Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 60-шы сабақ. Тақырыбымыз атқа міну өнер. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады балалар. Атқа міну өнер. Мәтіндегі ақпаратты пайдаланасың. Сонымен балалар, бірінші тапсырма. Түсініп оқы. 82 жас өмір сүрген австриялық жазушы Алан Маршалдың өмірі ерлік пен жігерге толы. 6 жасынан бастап сал ауруына шалдығып, мүгедек болып қалған. Бірақ соған қарамастан өзін сау адамдардан кем санамаған. Ол тәуекел ете жүріп, жүзуді, атқа мінуді үйренді. Алан Маршал өзінің балалық шағы туралы «Мен шалшықтан секіріп аттай аламын» деп аталатын кітап жазды. Ғаламтор материалдарынан. Яғни балалар, біздер бүгін Алан Маршалдың өміріне саяхат жасайтын боламыз, яғни ол 6 жасынан бастап сал ауруына шалдығып, мүгедек болғандығы туралы айтылады. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Тақырыбы: мен де атқа міне аламын. Осы жылдар ішінде тұңғыш рет әкем атқа салт міну маған қол емес екенін айтты. Ол қолын иығыма салып, өзін жақсы түсініп алсын дегендей, сөзіне зор маңыз бере, аса салмақтап сөйледі. Салт атпен жүргенде ат бүйірін аяқтарыңмен қысып отыруың керек. Желіске салғанда дененің салмағын үзеңгіге көшіресің. Аяқтары сау жігітке бұл қиын емес. Бірақ сен аяқтарыңмен ат бүйірін қыса алмайсың, Алан. Бұл аяқтарың атқа салт мінуге жарамайды. Олай болса, бұл ойдан арыл. Мен сенің атқа мініп жүргеніңді қалаймын, анаң да. Бірақ тағдырға не шара? Мен оны үнсіз тыңдадым. Бірақ шындық екеніне сене алмадым. Оның өз сөзіне өзі сеніп тұрғанына таң қалдым. Ол алғаш рет қателесті. Мен салт атқа мінуді үйренуге тас бекіндім. Мектептегі балалардың бірінде Жұлдызша дейтін ат бар. Оның иесі арық келген Боб Карлтон. Күн сайын үлкен үзіліс кезінде ол мектептен жарты шақырымдай жердегі жол бойындағы суатқа Жұлдызшаны суғаруға апаратын. Бұл міндетті ол ауырсынатын. Өйткені соның кесірінен мектеп ауласындағы ойындарға қатыса алмай қалатын. Бірде мен Бобқа өзінің орнына Жұлдызшаға мініп суатқа барып тұруды ұсындым. Ол бірден келісті. Күнде мен Жұлдызшаға мініп суатқа барып жүрдім. Оны өзім жүгендеп ерттейтінмін. Сосын Бобқа жетелеп апаратынмын. Ол менің атқа мінуіме көмектесіп, балдақтарымды мектеп қабырғасына сүйеп қоятын. Бірер апта өткенде ер үстінде отыруға төселіп қалдым. Құлап қалмасам екем деп ойлай бермейтін болғанмын. Еркінірек отырамын. Енді мен Жұлдызшаны жүргізіп үйрендім. Қолымның қимылымен оны оңға, я солға бағыттай алатын болдым. Бұрылғанда онымен бірге еңкейіп, ол қайта тіктеліп, тура жүргенде артқа шалқаямын. Бір күні үлкен үзіліс кезінде Жұлдызшаға мініп үйге бет алдым. Қақпаға таянғанымда әкем есік алдында тұр екен. Мені көрген жоқ. Атты іркіп, әкеме қарап, әрі-бері тұрдым. Сосын айғай салдым. Егегей! Әкем қақпа жаққа басын бұрды да сол күйінше сілейіп тұрып қалды.
бұл сенбісің, Алан? Деді ол. Астындағы ат оның даусынан үркіп ала қашатындай ақ ақырып сөйлеп. Я, деп саңқ еттім мен. Бері келіңіз, маған қараңызшы. Есіңізде ме, маған ешқашан салт атпен жүре алмайсың деп едіңіз ғой. Ал енді көріңізші, егегей деп асау атпен шапқандағы әкемнің істегенін істеп, айғай салып еңкейдім де Жұлдызшаның бүйірінен жақсы аяғымның өкшесімен соғып қалдым. Боз ат әуелде желе текіректеп, сосын шаба жөнелді. Мен тізгінді тарта, Жұлдызшаның қозғалысымен ер үстінде ырғақтап оның қасынан өттім. Қайтадан кері бұрылдым. Міне, ол қақпа алдында тұр. Тықыршып жер тарпиды, басын шұлғиды, бүйірін соғады. Танауын дердете дем алғаны, ер тоқымның сықыры, жүгеннің сылдыры, осы дыбыстарды естуді қаншама армандадым десеңші. Тыңдашы, ұлым, деді әкем байсалды үнмен. Енді біз сенің атқа міне алатыныңды білеміз. Сен қақпаның тұсынан дүрсілдетіп өте шықтың. Шабыс тура жолда ғана жақсы. Бірақ қазіргідей лекілдей берсең, онда көпке жеткізбей-ақ атты шаршатасың. Жылқы да адам сияқты, күтімі жақсы болса, күйлі болады. Ал қазір мектепке аяңдап бар да Жұлдызшаны қоя бер. Ол аз-кем үнсіз тұрды да былай деп қосты. Сен нағыз жігітсің, Алан, көңілім толды. Мен білсем, сенен жақсы шабандоз шығады. Алан Маршал. Аударған Айнагүл Садықова. Үшінші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Әңгіме қалай аталады? Әңгіме «Мен де атқа міне аламын» деп аталады. Ол кімге қатысты айтылған? Әңгіме Аланға қатысты айтылған. Әңгімені жазған кім? Әңгіменің авторы да Алан Маршал. Екінші сары түстегі сұрақтар. Аланды сипатта. Алан, яғни аяғы мүгедектігі бар, яғни аяғының кемістігі бар, иә? Ол алдына қандай мақсат қойды? Алан алдына, яғни атқа мінемін, оны қалайда үйімдегі отбасыма көрсетемін деген, әкеме көрсетемін деген мақсат қойды, иә? Нені армандаған? Ол, яғни атқа мініп, әкесі сияқты шабандоздар секілді өзін көрсетуді, аттың құлағында ойнауды өзіне арман мақсат етіп алдына қойды. Қара түстегі сұрақ. Аланның өмірінде қандай қиындық болды? Яғни Аланның өмірінде оның аяғының кемістігі қиындау болды, иә? Аланның әкесінің соңғы сөзінде қандай мән бар? Аланның әкесі оған, яғни сенің аяғының кемістігі болғандықтан саған атқа мінуге болмайды деп айтқан болатын. Аланның әкесінің ақылы туралы сен не ойлайсың? Аланның әкесінің соңғы сөзінде қандай мән бар? Балалар, яғни Аланның әкесінің соңғы сөзінде Аланға атпен көп шапқан кезде оның шаршап қалатындығы туралы, яғни ол да адам секілді деп түсіндірген болатын. Аланның әкесінің ақылы туралы сен не ойлайсың? Аланның әкесі Аланның денсаулығына алаңдап, оны қорғауға тырысты, иә? Бірақ дегенмен де Аланға ол еңбекқорлықты, шыдамдылықты және мақсатқа жетуді алдына қоюды үйретті, иә, әкесі Аланға. Аланның іс-әрекетінен не үйрендің? Аланның іс-әрекетінен өзінің қойған мақсатына жетуге қалайда оның бар күшін салатындығын, еңбекқорлығын және тіл табысқыш екендігін, осының барлығын Аланның бойынан көре аламыз. Яғни осындай Аланның шыдамдылығы арқылы, мінезінің
өте кереметтілігі арқылы алан өз мақсатына жете білді. Бұның барлығы дерлік балалар табандылық деп аталады. Яғни біздер тұрақты түрде өз мақсатымызға жетуді қалайда алдымызға қойсақ, осыған міндетті түрде жететіндігіміз белгілі. Балалар, енді келесі 4-ші тапсырма. Суретке қара. Қай шығармадан алынған? Ұқсастығы бар ма? Айырмашылығы неде? Сен қандай сурет салар едің? Балалар, бірінші суретте Әстек Баянбайдың атқа міндім өлеңіндегі суретті берілген, е? Ал екіншіде жаңа ғана танысқан шығармамыз Мен де атқа міне аламын. Яғни аланның суреті бейнеленген. Бірінші шығармада, яғни екеуінде де ұқсастығы бұл екі баланың да атқа мінуге деген ынтасы, яғни мақсаты болып тұр, е? Балалар, яғни бұл жердегі айырмашылығы атқа міндім өлеңіндегі бала аттан қорқады, е? Бірақ қорықса да ол желдің сыбдырының қатты естілетіндігін, оның барлығын дерлік аттың үстінде шауып қорқынышын жеңе біліп, осының барлығына шыдады, е? Ал енді екінші суреттегі Мен де атқа мінемін деген шығармадағы алан, ол атқа мінуден қорықпай, керісінше жаңағы денсаулығында ақау болса да, ол өзінің мақсатын алға қойды, е? Ат әбзелдері атқа міну үшін және шаруашылықта пайдалану үшін қолданылатын құрал жабдық түрлері ат әбзелдері деп аталады. Келесі 5-ші тапсырма. Түсініп оқы. 5 түрлі ат әбзелін және олардың қызметін ата. Мысалы, айыл, ер тоқым, ауып кетпеу үшін тартылатын артқы тартпа. Енді балалар, өмірлік ер кейін кетпес үшін аттың омырауына шеттік арқылы тағылатын әсемделген, шекетулеген, өте сәнді әбзел. Құйысқан ер ат мойнына кетпес үшін ат құйрығы астынан 2 жамбас үстімен ер шеттігіне жалғасатын күмістелген әбзел. Қанжыға бөктерген затты байлау үшін қапталдағы қанжығалыққа бекітілген ұзын таспалар. Айыл, яғни балалар, айыл, төс айыл, шап айыл деп те аталынады. Ер тоқымды ат арқасына бекітетін қайыс әбзел, қартпа деп те аталады, тартпа деп те аталады. Құр айыл, тай, құнан бауырын қиып кетпес үшін ою-өрнекті, түрлі түсті құрдан жасалған айыл. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.